Қайырлы таң, құрметті көрермен. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл. Елімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдері қазақ елінің өркендеуіне әр салада үлес қосуда. Бүгін біз түрік ұлтының азаматы профессор Сабри Хизметли мырзаның әңгімесін тыңдамақпыз. Сәлематсыздар ма? Сәлеметсіз. Қайырлы күн, Сабри мырза. Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сабри мырза, қазақ жерінде тұрып жатқаныңызға 20 жылға таяп қалған. Алғаш қазақ тілін қай жерден, қалай үйрендіңіз? 1999 жылында келген боламын. Сол кезде Хожа Ахмед Есеви адындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде вице-президент болып жұмысқа бастадым. Бірақ қазақша білмедім. Менің үшін бірінші міндет ана тілі осы жердің халқының біздің де ортақ тіліміз болған қазақ тілін үйрене болса, мен Кентау қаласына көштім. Сол жақта Зейнетке бір оқытушыдан 3 ай қазақ тілі курстары алдым. Сосында бардым Шымкенттегі Хожа Ахмед Есеви университеті медицина факультетінде тарих сабақтары қазақша беруге бастадым. Сосын қазақша меңгеруге тырыстым. Қазірше бұл осы күнге дейін 10-ға жуық қазақ тілінде жазылған ғылыми шығармаларым, биографияларым бар. Қазақ халқының сізге қандай мінезі, қандай қасиеті ұнайды? Біздің бала кезімізде, яғни қазақ халқы тәуелсіздігін алмау бұрын, әке-шешелеріміз қазақтар жайлы, ата-бабаларымыз жайлы бізге мәлімет берер еді. Бірақ мен келгенімде байқағаным әрине әр жақтан менің достарым болды. Зиялы қауымдан, халықтан, әріптестерімден, оқу ордаларından, академик адамдардан, өнерпаздардан дегенімізде бүкіл жұртқа орташа танитын болдым. Менің байқағаннан нәрселерден бірі қазақ өз ұлттық болмысына, қасиетіне көп мән береді. Екінші, Қазақстан халқы менше дүниедегі ең қолы ашық жомарт халық деп айтсақ артық емес деп ойлаймын. Олар қонақ жайлымен, шетелдік азаматтара деген құрметімен, олармен бейбітшілдік, ынтымақтастықпен өмір сүру қасиетімен дүние жүзінде танымалы бір халық. Көріп тұрмыз, мына жерде мұражайға домбыра қойып қойыпсыз. Домбыра шертіп үйреніп жүрсіз бе? Я, бұл домбыраны аз-маз үйрендім, бірақ абден үйренгенімде сізге мұны ойнаймын. Өте жақсы, рахмет. Егер мүмкін болса, әңгімемізді менің кабинетімде көтеріп, орда жалғастырсақ деген ойдамын. Рахмет. Өзіңіз басқарып отырған шет тілдер және іскерлік карьера университеті жастарға қандай мамандық бойынша білім береді? Бакалавриат саласында 13 мамандық, магистратура саласында 4 мамандық бойынша жастарды дайындайды. Атап өткенде бізде шет тілдері бар, 11 дана шет тілдер бар. Бұның 5 батыс тілдері, сосын ona қоса аударма ісі бар. Ekonomika ғылымдарына келетін болсақ, бүкіл экономика ғылымдары бар бізде. Bir басқа жақтан біздің ерекшелігіміз Қазақстандағы тек қана дин тану факультеті бізде бар. Бұл факультетімізде философия және дин тану лицензиясымен емес, тек қана дин тану лицензиясымен жұмыс істейді. Негізгі мақсатымыз Қазақстанның бұл асыра сілтеуші дини философиялық ағымдардан алыс болуы, зиянды ағымларға қарсы жастарымызды тәрбиелеу, еліміздің рухани дамуына, еліміздің ішкі саясатына сай жастарды тәрбиелеуге атсалысып отыру мақсатымен сол факультет ашылған болады. Сапалы ғылым, саналы тәрбие біздің пароламыз. Негізгі мақсатымыз бұл. Яғни біз айтпаймыз, бұлар ақшасын өтеледі. Келсе келсін, келмесе келсін деген ойда емес біз. Біз одан аулақмыз, керісінше жастарымыздың ғылымды да, білімді де, білікті де, мәдениетті де тұлғалар болып, қоғамдық өмірде Қазақстана, қазақ халқына қызмет етуіне үлес қосып отырмыз. Сіз Париждегі Сорбонна университетінің түлегісіз, Еуропада, Африкада оқытушылық қызметтер атқардыңыз. Біздің жастардың білім ғылымға деген талпынысы қандай? Сұрағыңыз өте орынды деп есептеймін. Өйткені біздің қазақ жастары менің көз қарамша өте талантты жастар. Яғни bir Европалық студент шетелдік bir жерге барса, o da bir şetel dili öğrenemem dese,
2 жылда, 3 жылda öğren almaydı. Bırak bizim Kazak'tın jastары bir yıl içinde öte jaksı Ağışın dilin, Türk dilin mengiredi. Sondan biz jastlarımızdan gılım men bilimge degen göz karasın, talantın, olar men aynası kasiyetin öte jaksı bilemiz. Sondan biz jastlarımızga bize tüsken son 2 şet dilin tegin üretemiz. Bütün mamandıkları boyunca Kazak dilini öğreniyor öte köp men beremiz. Üçüncüden Kazakistan men Türkiye, Kazak halkı men Türk halkı arasındaki köpür de eseplegenimiz üniversitemizin tüleklerinin Türk dilinde bir dengeyi de biliyor için 1 yıl 2 yıl aptasına 2 saatten Türk dili okutamız. Өзіңіз 300-ге жуық ғылыми еңбектің 40-тан аса монографияның авторысыз. Таяуда тағы бір кітабыңыз жарық көрді. Енді осы кітап жайлы өзіңізден толығырақ естісек. Erine benim birinci salam gılım. Men bilim men oynasamın. Sizler aytkanday benim Türkçe, Arapça, Fransızca, Ağışınca, және İtalyanca, Kazakça bir neşe çıkarmam var. Solar içinde benim için mаңызды болған Kazakça hazır Gılım және Bilim Ministri tarafından жарық görgen yakın arada İslam Tarihi adlı çıkarma. Bizim elimizde de bugün dediğim benim bilgenimce Kazakça İslam tarihi yazılgan yok. Sondan osu sırada taveslimizin 24. yılında Kazak halkına benim öte jaksı görgenim Kazak jastlarına osunday bir sıyım bolsa, sıylığım bolsa özüme bakıt деп esepteymin. Енді аздап отбасыңыз жайлы айта отырсаңыз. Қазір жұбайым менмен бірге осы мекемеде Шеттілер және Искелек Üniversitesi'nde halkаралық қатынастар жөніндегі проректор болып жұмыс істейді. O kişi Türk dili мен İslam edebiyeti маманы profesör, PhD, doktor атаған 96 yılında ие болған bir kişi. Bir neçe yıl Hoca Ahmet Yesevi adındağı Halkara Kazak Türk Üniversitesi'nde kafedra mengерisi болып жұмыс істеді. 5 balam var. Onların 4'ü ul bala. Songusu kızım Zehra. Bu balalarım 3'ü Kazakistan'da жоғары liseleri bitirdi. Biri жоғары оқырында бұл жерде bitirdi. İkiyi İstanbul Üniversitesi men Ankara Üniversitesi'nde bilim gılım aldı. Қазір kızım 4. kursta student halkara katınaslarda okuydu. Olar Kazakçanı, Orusça, Ağışınca ana dillerine koysa öte jaksı dengede mengeredi. Sebebi ben balalarımın bu yerge akkelgeninde birinciden onları Kazak mektebine jiberdim. Kazak dilini öğrengen son Orus mektebine jiberdim. Sondan bu yerde onları 2 dilden mengerip çıktı. Қазір Türkiye'de yani Germanya'da sol diller arkada жұмыс istedi. Сабри мырза, сұхбатыңызға үлкен рахмет, еңбегіңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, сіздер Таңшолпан бағдарламасында профессор Сабри Хизметли мырзаның әңгімесін тыңдадыңыздар. Көріскенше күн жақсы.